Сәлем оқырман. Эфирде үштіктің шешімін бүгін талқыланды. Әли болса Сержанды таңдамасаң дұрыс болады деп басқа жігітті күткенін қалады. Қызды жақсы көретінін айтып, бірақ өзімді таңдамайды деп сенімді болды Әли. Сені Сержан бақытты ете алмайды, Сержан деді. Ал Сержан болса Әлиге тойға шақыратынын айтты. Ал бұрынғы екі жігіті Сержан болса әлі де үмітін үзбеді. Ал ақерке анасымен ақылдасып келген болатын. Шешімі болса былай болды. Әлиге келсек деді, алдыңғы әрекеттеріне қарап мүмкіндік бермеймін. Әлиге таныстықты бастамай, босқа үміт бергім келмейді деді. Анасымен сөйлескенде екеуіне де қарсы болған екен. Ал Сержанға сезімім суып кетті, сол үшін де таныстықты қайта бастамаймын деді. Екі жігітке бақыт тілеп өзін таңдаған болатын. Таныстық болса Әлимен тоқтады, ал Сержанмен жалғаспады. Дұрыс шешім жасады ма Ақерке, ойларыңыз қалай?